Бұл қызық история. Оны айтып беру керек енді. Бір өлімнен аман қалдым сол кезде. Топ тимнан шығама білмеймін, сол қазір точно ол өздерінің арасында кішкене түсініспеушіліктер бар сияқты. Серьезно. Бойға шығып 15 минут төбелесу мен үшін ең оңайы сол. Резюме жинап мигран алдында жұмысқа кірейін деп жатқанмын ғой, профессия кірейін деп жатқанмын. Біз қазақты қолдамаса бізді кім қолдайды деген ойда. Яғни гиеналар сияқты жеп тастады да жан жақтан. Соның не үшін деген бір сұрақ та енді. Бері қара, бұл Сап-сары подкаст. Бәріне сәлем. Бүгін бізде қонақта Жасұлан Әкімжан. Қош келдің бізге. Рахмет. Жасұлан, сенде негізі никнейм жоқ. Неліктен? Бүкіл бәйстерде бар. Сол өзімде іздегем біраз. Бірақ өзіме жүрегіме жақын ештеңе таппадым. Қандай варианттар болған? Бірақ вариант болған. Қасқыр деген. Қасқыр? Бірақ елдің бәрі қасқыр болып кеткен ғой, бір бәле ғой. Өзіме сол, енді именно сол қасқырдың несін, историясын, жануардың оқып, соған қызығатын бұрыннан кішкентай кезімнен. Неге олар олай ерекше деп, нелері, жаратылыстары, мінездері ше. Всегда қызығатын, бірақ оны сөйтіп қойғым келді бір уақыттарда, просто бір ұялдым бар ғой. Ондай ой. Кімнен? Өз-өзімнен ба, адамдардан ба. Типа адамдар сөйлейді деп, неге қасқыр? Жануар ма не өле деп түсінбейтіндері де бар ғой. Сосын руымды қойғым келді өзім. Бірақ руымды қойсам, как будто бөлініп атқандай болғым келмеді да. Ертеңгі күні үлкен ареналарда шығып төбелесіп алып, өзінің ғана руымды представлять етпей, бүкіл қазақты представлять ету керек қой. Сол үшін де руымды қоймадым, сөйтіп әйтеуір. Руың кім? Дулат, Шымыр. Бізде жақсы пример бар ғой, Қуат Найман деген. Енді оған жарасады деп ойлаймын. Өзі дәлелдеген жігіт қой, өзінің уақытысымен. Бірақ енді білмеймін, маған что-то не по душе болды ғой. Болашақта ойың бар ма никнейм қоюға? Или уже болмайды? Жоқ, егер қазір уже андай ойлаймын, халық танаса, халық қойып сөйтетін болса, қоюға болады да. Уже өзінде ондай іздеу, ондай мақсат жоқ. Қасымбай сияқты, этот казахский терминатор. Солай болсын. Негізі мен сені Мигран Ара-Тюнян деген жекпе-жектен кейін таныдым. Негізі ол грек-римде күресінен күміс жүлдегері. Сені шақырған кезде сен қалай дайындалдың осы бойға? Ол қызық история. Оны айтып беру керек енді. Негізі ол чемпион болып тұрған бала ғой. Финалда оны серікпен шыққан. Сол жерде подсудить етіп жіберді дейді. Енді спорт болғаннан кейін көбінесе болады да ондай жағдайлар. Олимпиададан екінші орын алу деген ол өте мықты результат біріншіден. Мен оны бойларға шығып бастағаннан бастап тани бастадым негізі ол жігітті. Сөйтіп көріп жүрген бойларын. ММА-дан? ММА-дан бойларын көріп жүрген. Бір күні маған звондап тұр менеджеріміз. Осылай мигранға қарсы бой бар, шығасың ба деп. Менде мынандай ситуация болды ол кезде. Мен сол уақытта әр жақтан жарыс іздеп, төбелесіп, ақшам жоқ, зарплатам жоқ, ақшам жоқ, бедолага болып жүрген кез еді. И уже спортты қоям болды деп қойып, резюмемді жинап, как раз универ бітіргем, жұмысқа кірейін деп отқам. И маған звондайды, осылай бой бар деп. И ойландым, былай қарасаң, спортты қойып жатырмын, по-любому спортты қойып жатырмын, хотя бы көрейін, рисковать етіп дедім да. Бойды қабылдадым, 2 апта қалғанда звондады, сөйтіп бойды қабылдадым. И былай айтқанда 10 күн ғана дайындалдым ол бойға. Бірақ күнде дұға етедім Алладан, мен спортты жалғастырғым келеді, типа тоқтатпашы, бір осы бойды ұтатын болсам, мен дальше спорт жалғастырамын деген өзіме мақсат қойдым да. Сол бойға 10 күн дайындалдым. Сөйтіп барып, Аллахтың қалауымен әйтеуір орып алдық қой. Сол бойда 3-ші раундта сен Уширигери, нокаутқа апардың оны. Дайындады ма сол ударда? Сол бойдың алдында кімнің? Біздің Арман Оспанов бар ғой. Сонымен японец па, Такашима ма, біреумен төбелесіп, немен
вертушкамен құлатқан бір несі бар ғой, бой бар ғой. И сол бойды именно жарыс бойдың алдында көремін ғой. Именно сол дәл шыққан кезде ма? Шығардың алдында разминка жасалайдың алдында бойлар сол қарап сол түсіп қалды да, инстаграмнан ба бір жерден шығып қалды. Соны көремін де, соны именно сол бойдың алдында сол прием жасағым келіп кетеді ғой. И бірінші раунд басталады, ойымда сол удар жүрді. Қазір соңғы бір 10 секундта соны жасаймын деп. Соңғы 10 секунд келген кезде енді тебейін деп жатамын, аяғым тайып отырып қаламын. Екінші раундта енді істейін деп жатамын, күреске кіріп кетеміз. И үшінші раунд уже 20 секундтай уақыт қалды. Табло көрініп тұр, қараймын, сол 20 секунд. Уже пачкам ұтып тұрмын бәрін. И бір рисковать етіп көрейінші деп дайындап алып келіп. Енді шығарып жатыр едім, ушира болып астынан шығарып жатыр едім. Анау да как раз проходқа келіп қалды. Батулар. Сондай болып бұл негізі жағдай. Сол бойда сені Хабибтің әкесі Абдулманап Нурмагомедов көрген болатын, және сені қазақстандық ММА-ның жаңа батыры деп айтқан. Бойдан кейін Хабибтің командасымен или Абдулманап Нурмагомедовпен сөйлестің ба? Не пробовал к ним в команду попасть? Жоқ, мен ол кезде 2019 Арлан ашылған кез. Арлан ММА. Арлан ММА-дің сборына барғам ол кезде, жазда. И сборда өтіп, спарринг бәрін нормально өзімді көрсетіп, и сборға неге Арлан ММА-ға кіре алмайды мені. Неліктен? Білмеймін, неліктен алмай қойды. Сонымен мен енді андай болдым ғой. Жалғыз жүрген бала болдым ғой. Бесхозный. Ешкімсіз жалғыз өзім сөйтіп жүрген бала болдым. Содан кейін ба мен алмады, сонымен мен жаман сол Арланға командаға түскім келді бар ғой. Енді бізде бірінші рет сондай үлкен команда ашылды ғой сол кезде. Оған не болмаған бір қолжетімсіз арман сияқты болып көрінді да. Мигранды ұтқаннан кейін сразу солар аламыз деді. Соған қуанып сол жаққа кеттім да. Арланда жүрдік қой басында. Хабибтің командасына барғым да келген кездер болды. Андай да. Ол жерде басқа ел, басқа жер. По-любому андай дейді ғой. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол дейді ғой. Сондай принциппен жүріп қалдық па? Шынымды айтсам, сол үшін ғана барғым келген жоқ шығар, басқа ел болған үшін. Қазір болса барушы едім. Қазір Хабибпен хабардасың ба, жоқ па? Или оның командасымен біреумен? Жоқ. Енді инстаграмнан былай ғой, лайк басып тұрамыз. Так. Виртуальный общение дейсің ғой. Сен сосын осы бойдан кейін сен Eagle FC-да төбелестің. Eagle FC-да саған Хабиб сен титульникті уәде берді, сен шығасың деп. Сол туралы айтсаң. Мен қай кезде? Авдалды ұтқан кезде ғой. Авдал ұттым. Одан кейін Хабибпен барып амандастым. Сен айтып, все, саған титульник берем деді. Красавчик деп. Қуан соңын дайындалып жүрім. И сол кезде неге Дагестанға барам дайындалуға. Бірақ Хабибтің залына емес, Dark Fighters деген бар. Забит, Магомед Тайгер, сол жігіттердің залына барам. Сол жерде дайындалып жүрген кезде мойныма грыжа алып қалам, үлкен грыжа. Ё-моё. Былай айтқанда, короче, бір өлімнен аман қалдым сол кезде. Өйткені ана жұлын бар ғой. Сол қысылып қалған екен де. Сәл не тозық және жұлынып кетеді екенші мойында. Мойында жұлын опасный да. Сөйтіп сондай болып қалды, именно бойға бір 20 күн қалғанда ма, оны емдемекші болып Дагестанда неше түрлі врачтарға бардық, олар емдей алмаймыз, бәрі операция деп жатты. Өйткені опасный деп, бәрі операциямен өтіп жатса, осы Алматыда бір кісіге бардық, 5 минутта емдеп берді ғой. Серьезно? 5 минутта емдеп берді. Аллахтың құдіреті ма. Білмеймін, шоке болдым. 5 минутта емдеп берді. Мойын деген рахат болып қалды. Бірақ бір жыл ешқандай тренировка ондай жасамайсың. Тек разминка жасап жүресің деді. Өзінің упражненияларын берді. Соны бір 2 ай упражнениясын жасап жүретін, мойным вообще ауырмай қалды. Ё-моё. Соны құтырып қайтып тренировка бастап кеттік қой. А так негізі бір жыл жасамай ештеңе деген. Получается, осы доктор сенің карьераны құтқарды да? Иә. Не жасады? Массаж или бір точкаларымды басып берді, әйтеуір болды. Мойын. Қолмен? Бір қолмен еще. Нифига себе. Мойынды ұстатты, өстіп түрт берді. И андай момент фук жіберді мойын. Енді қазір мойның грыжа бар, бірақ ол кезде, короче, мысалы 100% болып тұрса, 70% кемдеп берді ол кісі. Одан кейін қалған немен, упражнениемен
качка жасап сөйтіп қатайтып тастайсың деді. Соны жасап тұрдым, құдайға шүкір ауырмайды қазір. Қазір уайымдамайды сені. Примерно ол Юэль Ромероның историясы ғой. Білесің ба? Оның бірақ мойында күшінің арқасында мойындап қалған ғой. И примерно тоже сондай травма болды да. Историяң бірдей екен примерно. Қазір иглесе болды, жабылды. Қалай ойлайсың, мысалы, ол Хабиб, ол суперзвезда ғой. UFC-ның организациясын ішінен көрді. Неге осындай үлкен звездада организация жүрмей қалды? Ол жүргізбей қойды ғой. Мынау Россияда соғыс басталғаннан кейін мен естуім бойынша енді оны кішкене қысты да, соғысты пропагандировать етеді, жастарды соғысқа шақыр деп. Ол одан отказ берді, и оны бүкіл жерден кішкене жолын кесіп жауып тастады Россия. Солай естідім мен. Одан кейін ол сол үшін де спортқа жақындамайын деп кетіп қалды да. Мысалы, исламдар төбелесіп жатса да бойларына бармайды. Сол себепті деп ойлаймын бәрі соғыстың кесірінен. Сен жақында бір ақпарат оқыған жоқсың ба? Хавьер Мендес, Хабибтің тренері, айтқан қазір Хабиб бүкілмен бірге дайындалып жатыр. Бірақ мысалы ол карьераны бітіргеннен кейін вообще тренировка жасаған жоқ. А қазір мүмкін Эдвардстен шығады деп. Ол мен тренировка жасаған жоқ дегенді білмеймін, бірақ ол постоянно бәрі жазылып жатады ғой. Постоянно пахать етіп жүр, постоянно дайындалып жүр, постоянно формада. Бірақ мен ойымша шықпайды деп ойлаймын ол. Эдвардсты да ұтып алады. Ол с Хабибінде уровені бөлек қой. Ол Эдвардсты да ұтып алуы мүмкін. Бірақ оған қазір қайтып шығу не стоит сияқты. Болды, легенда болып кетті ғой, спорттан легенда болып. Наследие, иә? Наследие, иә. Бұл Хабиб сияқты ешкім жоқ қой. Енді спортты болды бітірдім деп қайтан шығып, ол енді дұрыс емес та. Бірақ спортта бір наркотик сияқты дейді көбісі ше енді. Енді мен спортты қойған жоқпын әлі, мен білмеймін да, әлі қойғым келмейді. Мысалы, қойып кеткендер айтады, қайтадан оралғымыз келіп тұрады дейді да. Эмоция үшін, иә? Анау октагонға шығып, бойды төбелесіп жатқан эмоция бір бөлек, бойды отқаннан кейін қолымды көтерген эмоция бір бөлек. Ол нәрсеге білмеймін енді. Ешқандай ақша ештеңе жетеді деп ойламаймын. Өйткені сен сонша дайындалып келесің да, 15 минут па, 25 минут па төбелесіп, өзіңнің өнерін көрсетіп отасың. Анау деген бір нереальный адреналин, нереальный эмоция ғой. Анау қуанышпен енді. Бірақ сенде үлкен перерывтар болды ғой, мысалы, бір жылдай. Осы перерыв болған кезде не хотелось обратно в октагон выйти? Болды ма сондай сезім? Менде кішкене возможность болса, ай сайын төбелесетін едім бар ғой. Енді денсаулықпен көп проблема денсаулықпен ғой. Ана жер травма болады, мына жер травма болады. Енді ММА кішкене бүкіл, мысалы, единоборствоның қосылған жері болғаннан кейін қиын да. Дұрыс емес, күресіп атасың, дұрыс емес құлап қаласың, дұрыс емес бірін істеп қоясың, төбелесіп атып бірін емес ұрып қоясың, травмалар бола береді. Сынбаған қол аяғы жоқ, бәрі сынып. Еще соңғы кездері қарап отырсаң, ММА-да, иә, қаншама травмалар бар. Мысалы, Андерсон Сильваны алсақ, иә, аяғын сындырған кезде, Конор Макгрегор, Крис Уайдман, российский ММА-да аяқ сындырған боецтен күрескен кезде, тяжеловес есімде жоқ, кім аяғын сындырған кезде, сосын ана поп ММА-да қолын сындырған кезде, очень много травм сейчас. Ол жарыстағы травмалар айтылып жатыр да қазір. А тренировкада одан больше ғой травма деген. Мен білмеймін, бір жарысқа травмасы шықтым деген болмаған шығар. Мен до того жарысқа сынық мұрынмен шыққан кездерім болды. Көп моменттерде каждый бой бір травмамен шығасың ғой. Ең үлкен травмамен қандай шықтың? Қандай травма болды ең үлкен бойға шыққан? Бір кезде мұрным сынып, мұрным сынғаннан кейін бір аптадан кейін шықтым бойға. Бір рет күресіп атып, удар кетіп, тісім, алдыңғы тісім былай 90 градусқа ішке кіріп кетті. Оны тартып алып шығардым бойға. Бір рет қолым травмамен дұрыс ұрамай шықтым. Бір рет қабырғам андай күресіп атқан кезде қабырғам қатты қысып жіберді, дұрыс дем ала алмай шықтым. Солай ғой, моменттер көп та. Аяқ тізем ауырып шыққан моменттер болды. Мысалы, соңғы бойға вообще вируспен шықтым. Сондай да. Әр жарыс әртүрлі бір өзінің приключениясы бар да. Тіске не болды? Капамен шықпайсың ба сен? Или астыңғы тістер ма? Жоқ, үстіңгі күресіп атқаным ғой. Тренировкада күресіп аттым. И вадунаға кіріп лақтырып қалған кезде құлап бара жатқан адам тізесін көтеріп қалды да, тісіме тиді, тісім ішке кіріп кетті.
шошып кетіп барып айнаға қарасам алдыңға түссем ішке қарай 90 градусқа қарап тұр ғой. Ал қорыққаннан тартып алдым, қайтып орнына келіп қалды. Барып сөйтіп 3D снимок жасасақ, бүкіл ішіндегі тамырымен, түбімен бірге майысып кеткен ғой осылай. Ё-моё. Қайтып орнына қойып түсіріп қойдым. Нормально. Жазылып кетті ол да. Енді ойламайсың ба, что этот стоматологқа оқуға? Хочу поблагодарить магазин 99 Round, который находится в городе Алматы, за то, что предоставили нам такие перчатки ММА для розыгрыша. Все, что нужно будет сделать, чтобы выиграть эти перчатки, мы озвучим вопрос во время подкаста. Вам нужно будет правильно ответить на него, написать в комментарии правильный ответ, обязательно быть подписан на нас. И одно небольшое условие. Хочу, чтобы вы указали свою Инстаграм-страничку, чтобы была обратная связь. Если вы правильно ответите на вопрос, я вам напишу в Инстаграм, и чтобы мне было легче передать вам ваш выигрыш. Сен бағана айттың, Авдалмен төбелестің. Авдалды бірінші раундта Майгеремен нокаутқа жібердің. Авдал вот недавно да Hype Reality'да шықты. Сол Hype Reality көрдің ба сен? Былай Инстаграмнан отрывоктарын ғана көрдім. Мен поп-ММА'ды вообще көре алмаймын. Нервім шығады, бір-бірімен ұрысып не қылып жатады ғой. Чисто көрсем сондай отрывок бойларды көремін болды. Ең хайповый моментті көрдің ба сен Авдалмен? Не говори паханы. Иә, оны Инстаграмнан көрдім. Иә, негізі поп-ММА'ды онша не қылмайсың, сен қарамайсың да. Ол жерге короче шоуға болады, жақсы ақша табу үшін ғана да. Ол жерге барып ұрысып аналармен өтірік нервім шыдамайды мен ондай нәрсе. Бірақ сен осы конференцияға болсаң, трэш-ток жасаушы едің или нет? Трэш-токты көп бізде боецтер дұрыс емес жасайды деп ойлаймын мен. Трэш-ток жасасаң да ешкім жан дүниесіне тиетін де емес. Аккуратно андай тістеп іліп отыра керек та. Ал бізде ана боецтерді көресің ғой. Оны жаман қатты ауырдан кетіп қалады да. Маған қарай үйтіп опускать етсе мен білмеймін, уже шыдай алмайсың, иә? Ол жерде жай төбелеспен шешілетін нәрсе емес та. Адам намысына тиген кезде ол жерде білмеймін, әркім намысы әртүрлі. Менікі білмеймін, ондай үйтіп өзіме опускать еткізгім келмейді ешкімді. Өзім де ешкімге опускать еткім келмейді да. Сол үшін ол жақта кішкене опасный моменттері бар. Бірақ олар бәрі айтады ғой, бұл шоуның элементі. Сол мен ойымша шоуды мысалы әдемі жасау керек та. Хабиб сияқты. Хабиб та ешкімді былай особо не қылған жоқ, бірақ елдің бәрі таниды. Әдемі трэш-токингтарды әдемі жасады да. Ешкім мынандай намысына тиетін ештеңе істемеді деп ойлаймын. Сол сияқты жасау керек шығар деп ойлаймын, енді білмеймін точно. Бірақ бір интервьюда сен айттың, сенің кумирің Конор деп. Ол Қазақстанда жоқ? Ол короче ең бірінші бойымда 2016-та маған бір сұрақ қойған, кім кумирім бар ма деп мен айтқам сол кезде. Мен кумирім жоқ, бірақ именно сол кезде сол уақытта Конор жарып жүрді да. Мен айттым, сол именно Конордың ведение боясы ұнайды депші. Өйткені стойкада енді былай қарасаң 66 килограммда ол ұтылған жоқ та. Сол кезде мен сол кезде айтқам, көріп жүрген кезде 66 килограммда шығады да, мен сені бірінші раундта ұтамын дейді да, шығады да бірінші раундта ұтсайды. Әдемі шығарды да бәрінші. Былай айтқанда ММА'ды көтерген сол ғой. Иә, басқа деңгейге шығарған, иә? Басқа деңгейге шығарған сол ғой. Мысалы бокста Мұхаммед Али көтерсе, мынау ММА'да көтеріп тұр да, сондай басқа бір уровень қаш. Содан кейін Конордан кейін кеткен шығар көбісі ММА'да қарап, иә. Конордан бір өзінің стиліне бірдеме алдың ба? Білмеймін даже. Алдым деп те ойламаймын. Сосын сенде екінші толқын болды сенде популярности. Сен Мұратбек Қасымбай мен Перстің бойдан кейін сен шығып Персті шарқан кезде Перс сол бойды вызовты қабылдаған жоқ. Неге деп ойлайсың? Білмеймін. Мен қызық емес болған шығар, может қорқыныш болды ма ода, білмеймін қалай болған. Бірақ біз сол кезде Мұратбекті неге Москвада секундант болып бардым мен. 3 раунд бойы айтып андай эмоцияға беріліп кеттік та, айқайлап жынданып, кішкене айтқанды істемей, план дұрыс болмай қалды. Жай әшін ұтып алатын еді да негізі. Чуть-чуть не по плану төбелесіп жүрді да. По плану төбелесе ұтып алатын еді смело. И содан соған айқайлап нерв болып кеткенбіз ғой. Сөйтеміз де
барып неге шықты енді қолын көтеруге шығып күтіп отырық. Біздің ұтқан шығар деп тұрық қой енді по-любому. Сондықтан ананың қолын көтеріп сонымен эмоцияға беріліп жынданып сөйтіп кішкене сондай эмоцияға беріліп қойдық енді. А так ондай хайповать етемін, андай істеймін, мынандай істеймін, вообще ой болған жоқ еді. Тупо барып жынданып сөйлеп қойдым, болды. Саған не қиынырақ болады, углда болу немесе рингта или октагонда төбелесу? Углда болу қиынырақ қой. Углда болу қиынырақ? Неге? Енді мысалы сен досың төбелесіп жатады, сен оған айтасың, не қыласың, бірақ өзің істей алмайсың да, демеші, максимум сөйлей аласың да. Любой адам сөйлей алады ғой, лучше шығып өзің төбелесіп, таяжсың, ұрсаң ұрдың да, өзің төбелесіп саған оңай да енді. Бардың бар қырылып алдың, нормально. Енді углда отырып уайымдайсың, ақыл айтасың, не істеп дұрыс емес айтып қоймайын, дұрыс жағын айтайын деп бәрін қарап отыратын да, ол кішкене эмоционально қиын да. Қазір Мұратбекпен бірге дайындық жасайсың ба, жоқ па? Жоқ. Ол қазір бөлек жасайды өзі. Бірақ ол төбет топ тимда. Или уже шығып кетті ма? Осы сұрақ төбет топ тимда емес, бірақ төбет топ тимнан шыға ма білмеймін, сол вот қазір точно ол өздерінің арасында кішкене түсініспеушіліктер бар сияқты. Серьезно. Потому что соңғы бойда Грузин мен секундтар мына жақта футбол канатына төбет деп. Төбет енді кім қалай айтсам екен, білмеймін, короче, бұл сұраққа жауап бере алмаймын қазір. Оны сұрау керек. Короче, бізге интрига жасадың ба сен? Мұратбек ұзақ уақыт бойы денсаулығына байланысты бойларға шыққан жоқ. Енді қазір сен оның оралуына қуаныштысың ба, жоқ па? Конечно. Любой, мысалы, біздің балалар, қазақтың жігіттері шығып, өздерін көрсетіп, туымызды көтеріп атса, тек қуанамыз ол жаққа байға. Ол боец болу, мен ойымша, ең қиын заттардың бірі да. Мысалы, шығып, дайындалып, шығып барып, төбелесе салу емес қой. Төбелесе салу любой жігіттің қолынан келеді. Шықтың, төбелестің, ұтылсаң ұтылдың да. Ол жерде қаншама уақыттық дайындық бар, режим бар, диета бар, отбасың бар, жақындарынан алыстайсың біраз уақытқа. Енді көп моменттер бар да, травмалар бар, оның бәрін өту бір ең қиын, мен үшін ең қиын заттар шығар сол. Төбелесу ең оңай ғой. Сол үшін боец болу оңай емес. Балалар, боец болып жүрген балаларда тек қуанам. Просто мен неге сұрап атқаным, ол соңғы бойды Грозимен қарадың ба? Қалай екен саған бойы? Енді мен равный бой көрдім. Былай деп айта алмаймын. Екеуі жақсы бой көрсетті, қырылды. Андай тактический бой болмады, короче, рубалова болды. Мұратбектің стилінде ғой. Просто мен Мұратбектің бойын қараған кезде әрдайым уайымдаймын да, именно после операции. Потому что зрение такое, самое важное. Ол да айтып тұрмын ғой бағанағыдай, наркотик сияқты ғой, жібермейді. Спой, сол эмоциялар үшін көп нәрсе, жағдайлар бар ғой әртүрлі. Сол үшін шыққысы келетін шығар. Камил Гаджиев жақында айтқан, мамыр айында осы Алматыда Fight Night турнирін жасағысы келіп тұр. И главный бой вечера Мұратбек пен Перс. Осы реваншта кім ұтады деп ойлайсың? Дайындыққа байланысты ғой. Өйткені Мұратбек те қазір дұрыс дайындалып жүрген жоқ сияқты маған кажется. Қазір соңғы время Попа-ММА-да төбелесіп жүр, кулачкада төбелесіп жүріп, полный ММА істеп жүрген жоқ та. Бірақ оның күресі мықты, жақсы да. Ол греплер ғой, базасы греплер. Греплингі жақсы Мұратбектің. Соны дұрыс қолданбай жүрген сияқты ма деп ойлаймын да енді. Соңғы көбінесе енді қазір стойкада төбелесіп жүр ғой. Ал кім болса, Перс болса, соңғы 1-2 ойын ұтылып қалды. Тоже андай да, ол да переломный момент болып тұр да. Мұратбекте де соңғы бойы енді анаған беріп жүрді. Бірақ ол Попа-ММА-да төбелесті соңғы бойынша. Білмеймін, так что. Бірақ Мұратбек енді былай айтқанда, мен білемін, енді бірге тренировка жасадық, бірге жүрдік, бәрін білеміз ғой, мықты болады. Физически мықты, именно күресі мықты. Егер именно тактически дұрыс план қойса, смело ұтып қояды, досрочно ұтып алады деп ойлаймын. Персті? Былай пайызбен алсаң? Пайызбен 70-ге 30 деп айтсаламда болады. Просто қырылып кетпеу керек та. Мұратбектің бір жағынан қырылып кетеді, сонымен кішкене эмоцияға беріліп па?
қырылып кеткен кезде кішкене дұрыс болмай қалуы мүмкін да. А так ақылды бой еді сол. Ақылмен істесе жай ішін ұтып алды. Иә, тем более пирстің соңғы бойы Брандаумен вообще не болмады. Шаршап қалды Брандау, бір ветеран, UFC-ның ветераны. Ол Брандауын біздің Қаршығада Өтбек деген білесің ба? Қаршығада Өтбек деген Шымкенттің боец бар. Ол 1 минутта ма ұтып алды сол Брандауды. Біразда ұтты, анау құлады, да UFC жазылды. Нешінші жылы? Қашан? Осы 23-те, 2023 қателеспесем. Да? Иә. Брандау алғаш прайд Астанада болған. Көру керек. Естіген жоқпын. Брандауын жай ішін ұтып ала салды. Да, тогда точно біздің Уордбекте шанс бар ғой. Сен де наше делода шықтың. Иә. Бір мықты ой көрсеттің сен. Бірінші раундта двоечкамен ана кімді? Амирлан Амировты нокаутқа жібердің. Бірақ так жартылай финалға шыққан жоқсың, иә? Короче, осындай жағдай болды. Менде осы жаздан бастап денсаулықпен проблемалар басталды да. Бір-екі рет больницаға да түсіп қалған кездер болды. Мен өзім түсінбей жүрмін не болып жатқанын. И октябрьда мен полуфиналға шығып дайындалып жаттым. Шоуға тоже бір 10 күн ба 20 күн ба қалды. Менде спад басталды. Күшім жоқ, әлсіреу сондай басталды, түсінбедім. Барықта бір система алып жатыр едік. Б витаминдерін алып жаттық та, кішкене восстановление болсын деп. Алып жатқан кезде менде анафилактический шок болды. Ол деген система алып жатқан кезде аллергия беріп қалды да. И басым, мойын, денем бәрі іси бастады. Біз вовремя больницаға барып үлгердік. Ол үлгермесем мен уже мойным қысып жатты да, демалу қиындап жатты. Давление көтеріліп кеткен, бас жарылайын деп жатыр. Резко бардық, олар маған даңғыдан укол салды да. Кішкене сол кезде сөйтіп аман қалғам. Одан кейін сол бәрі денсаулықтың проблемалары болып жүрді да. Түсінбей жүрмін мен. Дұрыс қаралмай да жүрдік па енді. Одан кейін сөйтіп бойдан отказ бердік. Тренировка дұрыс жасай алмаймын. Енді қалдырмауға тырысып жүрдім, жасап жүрдім, бірақ слабость болып жүрді. И маған, оказывается, ноябрьға наше дело полуфинал беріпті да. И ағай мен денсаулығыма, формама қарады да, маған айтпады да. Өйткені мені біледі, мен давай десем, мен отказ бермей төбелесе беретінді ше. Ол ағай маған айтқан жоқ. И біраз уақыттан кейін аналар менен ответ алмағаннан кейін мені бойдан шешіп тастаған да. И бойдан шешіп тастады, сосын как раз біз Астанада найза болып қалды. Мен ағайға айттым, Астанада болып жатыр. Маған вес қууға болмайтын болды да. Үлкен веске шыға берейін, бір төбелесіп алайын дедім да. Кішкене былай айтқанда қаражат керек болды, сонымен төбелесіп алайын, көреміз болғанын дедім. Ар жақ нетенде наше делодан да ұшып кеттік уже, денсаулыққа байланысты жүріп. Хорошо деді, сөйтіп найзаға 70-ке келістік, бірақ денсаулықтың жағдайларымен, короче, общий 73-ке шығатын болдық. Менде бір вирус жұқтырған ба, бір нәрсе болғанда енді түсінбедім не екенін. Организм, иммунитет көтерілмейді, түсіп кете береді, сондай моменттер болып жүрді. И сол бойға 73 килограммға шықтым да. Обычно 66-ға шығардым. Понамен, 66-ға шығып жүріп 73-ке шықтым. И маған ауыр болды біріншіден, екіншіден последний 3-4 күн спадқа кетіп қалдым ба, вообще бойға күшсіз, әлсіз болып шықтым да. Характермен төбелесе бердім, бірақ уже жоқ та. Ұрайын десем, бұрындағыдай күш жоқ, не жоқ. Содан бойдан кейін баларына полный анализ тапсырып, тағы да полный бір емделіп шықтым. Қазір жақсы бәрі ше. Қайттан сонда ештеңе болмаса болды. А так қазір денсаулық бәрі орында. Сол үшін. Бойға шыққан кезде сенде температура білмей болды ма? Джейсон Понамен. Именно шыққан кезде білмеймін, бірақ таңертең болды. Бой күні таңертең мен грипповать етіп тұрдым, температурамен ауырып тұрдым. Сонымен бардым да бір тренировка жасап алдым. А бойдан шығу деген ой болған жоқ па? Болды. Осы именно день бойдан снимать етілген, не үшін снимать етесің дейді. Менде слабость болып тұр деп айтқан уже болмайды да. Былай қарасқан қорқып қашып кеткендей болған келмеді да. Бірақ менде бой күні температура болды, мұрным, тамағым бәрі ісіп тұрды таңертең, демаламай сөйтіп. Организацияға айттың ба соны? Или айтқан жоқсың ба? Жоқ. Только тренер білген шығар? Тренерлар білді, бірақ не пайда деймін да, айтқанда. Төбелесу керек по-любому. Ол жерден ұттым не, ұтылдым не уже.
халық бүкілі Астанада біраз адам мен үшін келді деп ойлаймын, өйткені Астанада енді өскеннен кейін достарым көп Астанада. Бәрі менің бойымды көруге келді. Мен енді ұтпасам да бір жақсы бір эмоция сыйладым деп ойлаймын. Тренерлер ештеңе айтқан жоқ па, шықпа деп, или наоборот? Жоқ. Ондай болған жоқ. Мен айттым, мен шығамын дедім, сразу нормально бәрі дедім. Мен тренерға да толық конкретно бүкілін айтқан жоқпын. Енді ол да уайымдайды ғой. Нормально бәрі деп шықтым, бірақ бойдың алдында разминка жасап жатамын. 1 минут ұлап барамын, шаршап қаламын. Андай слабость болып тұр да. Бір күресіп аламын, шаршап қаламын. Өзімде кішкене уайым болды. Бірақ бір жерінен енді бойға шыққанда характерға тырысып барамын деп ойладым да. Сөйтсем анау таза боец емес па, күші көп екен анаушы. Енді ол негізі 77-дің боеці да. Мен 66-ның боецімін ше. Иә. Екеуміз баяғыда 10 килограмм разница да. Ол біраз роль ойнайды. Сөйтіп ол да сол рөлін ойнап кетті деп ойлаймын ол бойда. Мен анау сол формамен ауырып тұрсам да маған 66-ның боеці болса ұрып алу оңайырақ болатын еді да. Именно физический жағынан даже ше. Мен физически ол кезде қиналып қалдым ол бойда да. Сол жекпе-жекті қайтып қарадың ба өзің? Иә. Қалай ойлайсың, саған не жетіспеген жоқ? Күш жетіскен жоқ, слабость болды. Күреске кірдім, күресіп зайнесем күшім жоқ. Астыма бір-екі рет перевод жасадым, астыма ұстап қалатын нем жоқ, бірінші жасайтын күш жоқ. Стойкада не олайын десем, ұрайын десем, скорость жоқ, бәрі сол айналып келіп, сол денсаулыққа тіреліп тұр да. Мен осы уақытқа дейін бойларым қараса, мен ешқашан үйтіп слабость болып, или скоростьім жай болып, күшім болмай тұрған бойлар болған жоқ та. Всегда нормально немен взрывной күшін всегда орындайтын. Ұрған кезде де жақсы взрывпен ұра алатын едім да. Именно сол бой вообще тым істей алмадым, өйткені күш болмады. Джейсон, сені вообще хотя бы бір нәрсемен таңғалдырды ма, жоқ па? Физический жағынан олай физический жағынан кішкене жақсы болды. Бірақ прям демеймін, өйткені білмеймін даже дәл қазір вообще таңғалған дым болмады. Обычно өзіміз сияқты боец, ұрып алуға болады. Дұрыс тактика, дұрыс бой. Ұрып алуға болады. Қазір сұрағам Найзадан, қайтып беріңдер деп сұрадым да, өзім сразу тауға кетіп қалдым. Тауда қазір физически қосып 70 килограмм қойымын да. 70-ке шығу үшін кішкене физически мощный болып шығып, отам деген емен настроймен тауға қазір барып дайындалып отырмын, ОФП жасап отырмын қазір. Бірақ Найзадан ответ жоқ па, бермейді ойым что-то маған. Өйткені Найза, сен көрдің ба, анонс жасады. Қазір олардың спортивный директоры Илдар да, Илдар Құдайберген. Джейсон мен шыған деп отыр. Пенсиядан шығып. Қалай ойлайсың, Илдарға осы бой керек па негізі? Керек емес па? Енді қойсам, Илдармен мен біз аға іні болып араласамыз да. Ол жасы менен үлкен. Бір қаладамыз, Астанадамыз бәріміз енді. Ол да жақсы жігіт. Илдарға білмеймін, именно ол бой жағынан сөйлескен жоқпын да Илдармен. Енді төбелескісі келеді ғой, ол төбелесем десе, басқа біреуге маған егер бермейтін болса, панені Найза, лучше Илдарға берсін да, басқа біреуге бергенше. Сөйлесем қарсы болмайдым. Төбелеспейтін болса, қазір Жасланды ұтып алған боец, оны ұтып алыпты деген әңгімені тоже қалап тұрған жоқпын да, өзім ұрып, өзім шығып, қайтып өзім ұрып тастағым келіп тұр. Реванш. Иә. Егер жоқ болмайды десе, ол шығып онда Илдар ұрып тастасын оны. Сөйлесем мен тек қуанамын. Осы бой болса, осы бойда кім жеңеді деп ойлайсың? Илдар мен Пане ма? Иә. Илдар жеңеді. Өйткені именно Илдардың физический жағынан да білемін, өте мықты да. Шығып, Илдарға бірақ тактика ғой бұл Панеге қарсы. Шығасың да, күреске кіресің, астынан саласың, болды, мыжып бересің. 3 раунд мыжып шығасың, либо астынан салып ұрып тастайсың, бәле өтіп тастауға болады да. Өйткені бұл Паненің күші бар, физически тоже жақсы, бірақ именно күрестен оның навыктары қатты емес. Мен оны біліп тұрдым, просто өзім күшім болмады сол күні жасайтын. А так Илдар борец еще. Илдар ақылды боец болды. Жай үшін ұрып алады деп ойлаймын, күреске салып. Сен салмағың не болды? Қалай шығасың? 66 ма, 70 па, 73 па? Соңғы кездері просто салмақ әртүрлі болып отыр да, бойларында. 66-ға шығамын деп ойлаймын да. 70-ке шығуға болады, бірақ көреміз.
бірақ 66-ға пока 66-ға шығып андай Сен примерно қанша салмақ қуатсың? 12 12. А межсезоньеда қанша салмағың қанша болады? 78 78. Қиын ба салмақ қуу? қиын. Өткен кезде бізде Азиз Разиев деген тренер болған қонақта. И Қазбек Сағын весогонканы жасаған кезде зрение начал терять зрение. Вот сенде сондай жағдай болды ма, болған жоқ па? Как, не только зрение, а имеется в виду бір побочный эффект, салмақ қуған кезде. Талай рет болған ол. Просто қазір ондай ана жердің именно ол жақтарды айтуға болмайды деп ойлаймын. Өйткені бойда ол соперниктерім көрсе де біреуін көрсе де ол жаман жағын білдіріп қоюы мүмкін да. А так весогонкада неше түрлі жағдайлар болған. Өйткені бізді мысалы жауынгерлер қарайды ғой, UFC-ді қарайды, біздің MMA-ді қарайды да, тек қана боец октагонға шыққан кезде тек осы результатты қарайды. Қалай ол дайындалады, қалай салмақты қуат, оның бәрін білмейді да. Поэтому я хотел, чтобы ты чуть побольше рассказал про это. Мысалы, бірінші очередь мен бір бойға 1,5-2 айдай дайындаламын да. Бірінші көбінесе качкадан бастаймын. Бірінші качка өтемін. Одан кейін кішкене раскидка солар өтіп келіп, соңында последний 20 күн подсоперникаға жұмыс істеймін да. Сол уақытқа мысалы ең қиыны бізге мен бір бойға примерно как минимум затратам миллион да. Как минимум витамин. Бір бойға. Витамин аламын, ананы істеймін, проживание, питание, бәрін алып келгенде 1 миллиондай шығады, как минимум ол. Өйткені мен үйде жатып дайындалмаймын. Үйде жатып дайындалатын болсам, үйде бала шаға бар, анау, манау, шу режим болмайды, ұйықтай алмайсың. Үйде Жаслан ананы істей салшы, мынаны істей салшы деген әңгімелер басталады. Жұмыс ретінде санамайды, Жұмыс дұрыс болмай қалады уже. Сол үшін мен постоянно бойда либо гостиница снимать етемін, либо квартира снимать етемін, сөйтіп бөлек шығып, бөлек дайындаламын. Ең жаман қиыны үйден кішкене тыс боласың да, үйдегілермен енді көрмейсің, алыста жүресің. Сол моменттер не аласың да енді. Жақындардың қасында болудың орнында алыста жүресің, сол моменттер қиын. Достарыңды көрмейсің ол кезде көбінесе. Достарың мысалы, сен басқа қаладасың, достарың басқа қалада бар, олар жиналып атады бәрі. Мысалы, біреудің үйіне жиналады, ойнап, күліп, әңгіме. Енді достарың қасында болғың келеді тоже. Ол бүкіл нәрседен отказ бересің да. Бір қу арманды қуалап жүресің ғой, мысалы. Сол моменттер қиын. И тренировка, мысалы, білмеймін енді, тренировка нагрузкалар болады ғой, қатты. Оған да шыдайсың. Білмеймін, тағы қиын заттар көп болады енді дайындықта. Оның бәріне шыдайсың. Ең қиыны весогонкаға келеді ғой. Сен и так уже напряжениемен жүресің да, и сенде еще диета. Сен барып, мысалы, тренировкаға шығып барып, мұздай кола ішкің келеді, либо бір тәтті жеп алғың келеді, жей алмайсың да. Болмайды. Сенде мысалы кешкі тренировканың алдында, либо тренировкадан кейін уақытысына бөле бір 200-300 грамм тамағың болады, кішкене суың болады, соны жейсің, суын ішесің, жатып барып демаласың да. А сен қарның оған никак тоймайды да. Мысалы, таңертең бір 200-300 грамм тамақ ішесің, обедте 200-300 грамм тамақ ішесің, кешке 200-300 грамм тамақ ішесің. И сен оған постоянно андай голодпен жүресің да. Кішкене раздраженный болып. Бір ай сөйтіп жүремін. Мен лично бір ай сөйтіп жүремін да. И қиын да ол моменттердің бәрі. Ол весогонка біткеннен кейін тамақ ішіп бәрін восстановление шығып, бойға шығып 15 минут төбелесу мен үшін ең оңайы сол. Ең оңайы. Төбелесу ең оңайы. Ең қиыны сол весогонка, тренировкасы бар ғой. И режим именно үйден алыста, достарынан алыста. Мен адай адамды достарыммен жүрген айтмағаншы. Достарым көп мен, Аллаға шүкір, достарым көп. Кез келген қалаға барсам да достарым күтіп алады сондай да. Енді сол момент қиынырақ кішкене. Бүкілінен алыстап, жалғызсырап жүресің. Жалғыз жүргенді ұнатпаймын. Режим жағынан қалайсың? Өйткені мысалы мен Джон Джонсты айтсам, Джон Джонс режим жасалмайтын, менің ойымша. Ол бойдың алдында, карьераның басында, уже чемпион болған кезде, бірақ бойдың алдында барып клубқа барады, ана жаққа барады, сосын чтобы с себя снять ответственность, как он говорил в интервью. А сенде режим қалай?
Ты строго придерживаешься или сенде болатындай срыв кездерің? Последний уақыттар кішкене срывтар болып жүр, өзім түсінбей жүрмей үшін болып жүрген. Бірақ режимға негізі қаттым. Қанша болып білем, режим именно бойға келген, дайындыққа келген кезде режим дұрыстап ұстайтын. Соңғы кішкене уақыттар бір-екі моменттер болып қалды, дұрыс режим ұстай алмаған. А так қазір қайтадан бұрынғы коллегаға кіріп жатырмын. Именно бойдың алдында сенде екі адам результатқа жетеді деп ойлаймын да өзім ойымша. Либо сен режим ұстап тренинг жасайсың бір қалыпты, бірақ жесткий режим ұстайсың да, сенде сол результат болады. Либо сен дұрыс режим ұстай алмайтын болсаң, бірақ сен жесткий тренировка жасауың керек та, пахать етуің керек штоп. Режим сен дұрыс емес па, бірақ сен пахать етсең, кішкене тоже нормально болуы мүмкін да. Егер сен и режим ұстамайсың, и дұрыс пахать етпейсің, сенен дұрыс результат шықпайды да. Сол үшін. А мотивацияны қайдан табасың? Осындай режим ұстау, пахать ету, сенің мотивацияң қандай? Біреу айтсам күлкілі шығар, бірақ мен өзім атымда кейінгі ұрпаққа бір тарих болып қалғым келеді. Ертеңгі күні осындай біздің елімізде осындай кісі болған деп кейін немерелеріміз да сөйтіп айтса, мысалы біз айтамыз ғой Мұхаммед Али деп ше. Енді ол кісілер сияқты болу білмеймін енді бұйырсын, бірақ менің қалауым солай да, қазақтың атын көтеріп, ертеңгі күні UFC-ға шығып туымызды көтеріп, тарихта қалғым келеді да. Ең бірінші мақсатым сол мен. Сосын екіншіден неге отбасымды жақсы өмір сыйлағым келеді отбасыма. Әке-шешеме мысалы біз туылғаннан біз асырап жатыр, әлі күнге дейін жұмыс істейді мысалыша. Ең бірінші қазір тоже мақсаттарым бірі ол кісілерге жақсы қартайған шақтарында жақсы өмір сыйлап, жұмыс еткізбей барам деген жеріне барып, қыдырам деген жеріне қыдырып сөйтіп, немерелермен ойнап күліп жүргенін қалаймын да. Сол үшін біраз еңбек ету керек болып тұр. Иә, бір жақсы мақсат. Наше делода шыққансың, иә, сосын олардың гонорарлары бізге қарағанда қазақстандық промоушнер үлкен ба, аз ба? Бірдей ма мүмкін? Қалай айтса, көп ол жақтық. Мысалы мен соңғы бойда найзаға шықпай наше делоға шығатын болсам, мен жақсы ақша алатын едім ол жерден. 2 есе, 3 есе? 2 есе алатын едім. 2 есе? 2 есе ма? 3 есе ма даже. Сөйтіп алатын едім да. Бірақ мен именно найза Астанада болғаннан кейін соған шыққым келді да. Өйткені үйде, үйде өзіміздің Астанада біраз адамдар келіп отты, достарым алдында, өзіміздің қазақтың алдында сөйтіп төбелескім келді. Бірақ мен ол жерде төбелеспей, мен наше делоға төбелесетін болсам, мен нормально ақша алатын едім. Тем более сол жақта гран-при ғой. Жарыслар финалды ұтып, сосын финалға шығып. Ол жерде мысалы мені бойдан алып тастаған өзінде, мен ол жаққа кез келген бір соперник сұрап шықсам да оңайырақ болатын еді негізі. Қазір сенде наше деломен контракт бар ма, жоқ па? Ол, значит, не только гран-приге болған есінде? Иә, мен любой время барып төбелесе аламын ол жақташы. Просто білмеймін енді соңғы бір наше делодан бір ұнамады маған негізі ол организацияшы. Неге? Ақшалай жағынан бәрі күшті, не білмеймін, енді кішкене не по душе болды да. Бірақ енді төбелесе беремін ғой, разница жоқ ол. Енді қыз сияқты капризничать етпейсің да, мынаусы ұнамайды. Бой бар ма, бар төбелесе керек, ол менің жұмысым да. Айтқанда өзім жұмысымды істеуім керек, өйтіп капризничать етпей. Мне интересно, именно не саған ұнамады, отношения ма или организация, мысалы қалай олар ұйымдастырады бәрін? Мен обычно үлкен аренада төбелесіп үйренгенмін да. Маған үлкен арена төбелескен ұнайды. А оларда мысалы кішкентай помещение, 20-30 адам жиналады, қалған бәрі прямой эфирдан да. Иә. Клеткалар кішкентай. Жаңа формат қой ол біздің қазір. Попумейдің жаңа форматы. Сол формат ұнамады, білмеймін. Бірақ сен далада төбелестің ғой, үлкен аренада адамдар болды. По-моему, там был День России, да, по-моему? Иә. Бірақ сонда да білмеймін, организацияны өзім түсінбедім бар ғой. Бір жүрегім тартпай тұр ол жаққа енді. Енді көреміз, қазір Оразаға дейін по-любому бір бой өткізу керек, Құдай қаласа. Егер мынау реванш болмайтын болса, Америка болмайтын болса, сол жерде төбелесем деп ойлаймын. Енді бұйырғаны болады ғой.
жүрегің тартсын тартпасын өзім жұмысымды жасауым керек. Америка туралы сөйлесейік. Сен өткен жылы First Round Foundation деген менеджерлік компаниямен келісім шартқа отырдың. Олар саған бір не берді ма? План, қалай сен UFC-ге кіресің деген? Біз жазда контрактқа отырған кезде біз устный соглашениеге келгенбіз. Олар бізді осы жаңа жылға дейін Америкаға подписать ету керек бір лигаға. Сөйтіп маған ненің алдында, бойдың алдында айтып атты олар. Бойдың алдында Понамен, иә? Понамен бойдың алдында айтып атты. Қазір UFC болып қалады деп ше. Либо Дана White контендерма біреусі болады деп. Екеуінің бірі. Сонымен күтіп жүрдім да сөйтіп бойға шығып, бойдан ұтылып қалдым. Одан кейін ұялдым өзімде хабарласуға оларға. Хабарласпай жүрдім. Олар 31 күні ма звондады. Желтоқсан. Осылай құтты болсын. Біз саған америкалық бір лигамен, оны пока айтпақ қойып, өздеріміз жасаймыз деді афишасын. Официально? Пока ештеңе салмай айтпай тұра тұр деді. Хорошо дедім. Бірақ бір американский лигамен контракт алдық, құтты болсын деп құттықтады сонымен. И бір күні маған контракт жіберді уже. Сол лигамен контрактын бәрін. Соны қол қойып жібердік. Енді өздерінің официальный нелерін, анонстарын күтіп отырмық. Бірақ сен бағана айттың, оразаға дейін бір бойды өткізу керек деп. Наше дело болсын, Айза болсын, Америка болсын. Бірақ ол саған кедергі болмай ма Америкаға баруға? Егер де сен Америкада шықпасаң? Білмеймін, кедергі емес деп ойлаймын. Мен простой ұзап тұрғанша төбелесе беру керек сияқты. Америка маған қазір енді рабочий виза, қалай рабочий виза дайын болса, мен сразу бойға шығуға дайынмын дедім. Өйткені қазірден дайындық бастап кеттім сол үшін бойға. Егер олар рабочий виза жасап үлгеріп, бәрі жақсы болса, Америкаға барып төбелескен намного жақсырақ. Егер ол болмай қалса, енді Россияда төбелескен дұрыс деп ойлаймын. Неше, мысалы сен Америкаға кірсең, шетелдік қай залында жаттығуды қалайсың? Оларда көп қой. Америка топ тим, AKA, сосын қандай да бар. Kill Cliff, Шавкат жасаған. Қазір біздің Магомед Кабардиев деген біздің залдың бағасы бар. Айзаның чемпионы 70. Иә. Сол Kill Cliff па? Сол жақта жүр. Жақсы дейді тоже. Енді мен өзім бұрындан нені Хабибтің баратын зал бар ғой. AKA. Сол залға барғым келетін. Сол жерде енді кішкене күресті көбірек қоятын сияқты болды да. Енді көреміз, барған соң бүкіл залға кіріп шығу керек. Қайсысы по душе, қайсысынан жүрегің жатып тұр, қай жерде қалай дайындайды, қай жаққа қандай уклон бәрін бір зерттеп ше. Соны барып көру керек. Қайсысы жақсы болады, қайсысы ұнайды, соған бару керек. И америкалық лигамен сен 66-ға контрактқа отырдың. Ол да маңызды мысалы, залдың ішінде сенің салмағында қанша байыстер бар, қанша спарринг партнер бар, ол да маңызды. Менің ойымша Хабибтің залы ең мықты ғой, тем более сен олармен уже қарым қатынастасың, олар сені біледі, сен оларды білесің, оларда кім, Дэниел Корми, Веласкес бәрі залда жүреді, мысалы айтады ғой, хочешь стать лучшим, тренируйся с лучшими. Мне кажется, самый... Өзім енді сол жақына кейін көреміз. Бақаннан кейін. Ағайларымыз не айтатын бәрін қарап. Сен Америкаға командамен барасың, жалғыз барасың ба? Енді возможность болса командамен барған жақсы да. Көреміз бұйырған. Қазір мысалы біздің тренер Диас Қабдуов. Ода Америкаға визасы бар уже. Тағы бір-екі балада виза бар. Кімде виза бар, сон бәріміз бірге баратын болсақ. Сол дұрыс сияқты. Бүкіл расходтарын өзіне кім алады? Сол жақта тамақтану... Америкаға бар. Менеджерский компания емес па, лига емес па? Өздеріңіз. Менеджер емес, спонсор туралы айтсақ. Спонсорларың бар ма? Спонсор жоқ, болған да емес осы уақытқа дейін. Болған жоқ. Мен енді өзім ондай қалай айтсам екен, боец керемет семьядан шықпайды. Мысалы жағдай мықты семьядан боец шығу редкость.
бізде қарапайым нан жеп өскен баламыз да енді қатты мысалы бойға дайындық кезінде максимально бірнеше рет жұмыс істеп реклама жасап өйстіп жүріп каждый бойға сөйтіп шығамыз. Қатты қиналған кезде өзімнің кішкентай кезден өскен достарым бар, бұрын араласатын өзіміздің жақын бауырларым бар. Соларға айтамын, жігіттер, давай бір-бірімізге по возможности көмектесейік. Көмектерін беріңдер, құдай қаласа бәрі. А First Round Foundation саған спонсор іздемей ма? Ты не думаешь, чтобы себе найти вот именно менеджера, который будет тебе искать спонсоров? Ондай ой бар ма сенде? Ондай ой білмеймін. Өйткені спонсор білмеймін, спонсор деген енді спонсор болған кісіге де енді қазір данный момент мен может қызық емеспін ба, білмеймін ғой. Енді Аллаға шүкір қатты бірнәрсе жетіспей жатса достарыма звондаймын, достарым бәрі енді жұмыс істейді. Сөйтіп айтамын, давай менің достарым, қазір спонсорларым менің достарым ғой, өз өзіме айтқанда ше. Да, хорошо, когда есть такие друзья, да? Иә, айттым ғой. Енді бірақ достарыңнан сұрағың келмейді да ештеңе ше. Енді өзімде жетіспей жатқан кезде достарымнан сұраймын, а так Аллаға шүкір екі қолымыз сау, бірнәрсе болса надо будет стройкаға барып жұмыс істеуге дайынмын да. Сенде еще высшее образование, сен химик. Жұмыс істедің ба по профессии? Жоқ, сол резюме жинап мигран алдында жұмысқа кірейін деп жатқанмын ғой, профессия кірейін деп жатқанмын. Сөйтіп мигранмен төбелесіп Алла сақтап қалды. Жұмыс істеген андай именно офисный жұмыс ондай істегім келмейді да негізі ше. Тоже енді любой адам істесе де өзінің қалауымен жұмыс істесе жақсы да. Ондай жұмыс істегім келмейді негізі. Бірақ то же самое. Қалай таңдадың сен профессияны, химик? Ол бір 11 бітірген кезде мен негізі физкультурныйға тапсырып жатқам. Бәрін грантқа түсіп тұрамын да. Неге мектеппен класстар болып бір Балқашқа ма демалуға бару керек болды. Мен сол жаққа кетіп қаламын да, үлгермей қаламын ғой неге. Экзаменға үлгермей қаламын да, түсе алмай қаламын ғой. И келем уже көп универге үлгермей қаламын, и КЗУТБ деген универ бар Астанада. Иә, білемін. Соған үлгерем. Соған қай мамандық деді, туризм деді. Туризмға түстік, сонымен туризмде бір жарты жыл оқыдым да. Сонымен мынау нефтяник мамандығына ауысқым келді. Сол жаққа ауысып кеттім сосын соны бітірдім, бірақ бітіргеннен бірақ қазір по-любому нені оқып жатырмын, физкультурныйды оқып жатырмын. Заочно? Иә, биыл құдай қаласа бітірем. Осы жылы? Екінші дипломды аламыз. Зал туралы айтсақ, сен неде болдың ғой, Таиландта, Тайгер Муайтайда? Иә. Сол Тайгер Муайтайда болған кезде кіммен ең именитый боецпен спарринг жасадың? Физиевпен шығар. Физиевпен жасадым. Физиев өйткені сол жақта жүреді ғой, постоянно тренер өзі, иә. Сен барған кезде ол да тренер болды ма? Или боец ретінде? Боец ретінде спарринг жасадық бірге. Қалай екен Физиев саған? Енді білмеймін, ол да толық ашылып істемеді деп ойлаймын. Мен де толық ашылып істемедім. Мен ең бірінші очередь мен спаррингқа тұрдым да, андай көргім келді бар ғой, не істейтін приемдары, әдемі приемдар болса ұрлағым келді, андай мықты жерлерін көріп алғым келді. Істедік, бірақ тым көрсетпеді мықты. Өзім де шоке болдым, или может ашылып істемеді ма да уже. Ол уже сол кезде UFC-да болды, иә? Иә. Осы UFC-да ұтылмай тұрып қой уже. Ана жыл. Білмеймін, обычно біз істеп жүрген нәрселерді істеді. Мен де оны стойкадан былай наравне төбелестік, мен оны бір рет перевод жасадым. Физиев пен Гейджидің бойын көрдің ба? Иә. Қалай ойлайсың, неге Физиевке не жеткен жоқ деп ойлайсың? Опыт? Гейджи кәрі қасқырға бұл айтқанда. Қанша жыл төбелесіп жүр. Мықты. Гейджи маған ұнайды именно боец ретінде. Төбелескені, характері бәрі жақсы. Қазір Махач пен Гейджи шығады деген ақпарат жүр. За кого болеть будешь? Махач. За Махач. Гейджидің деңгейі жетпейді дейсің ба? Деңгейі жетпеуі де мүмкін. Махачев былай айтқанда именно Махачтың бойларын қараймын, өте аккуратный боец та. Лишнего жан жоқ, бәрін ақылмен жасайды. Бүкіл приемдарын да бүкіл ақылмен грамотно жасап кетеді. Бір одаренный бала сияқты ол бар ғой. Особенно соңғы бойы, иә?
Волконовскийға. Айтпақшы, сен бір интервьюда айтқансың, мен Волконовскиймен хочешь выйти с Волконовский подраться. Шығып келгенде андай да енді шығармайды ғой біз ол мен кім ол кім деген әңгіме ғой. Бір спарринг тренировкада болсын бір спарринг жасап көргім келеді да, олар қандай уровеньдары қандай екенін. Былай телевизордан көреміз енді мықты, бірақ сонымен бір спаррингқа тұрып өзің тексергім келеді да. Неужели олар тура біз сияқты адамдар, бірақ несі артық, несімен мықты олар бізден, соны білгім келеді да. Көп айтып еді, сол әңгімені айтып едім, біраз адамдар жазып кетті, сен кімсің, ол кім, сен қайдасың, ол қайда, оны бір құдай көріп жатыр да адамдар. Ол да тура біз сияқты адам ғой, бұл айтқанда. Кішкене енді бізден көбірек ақылы бар шығар, көбірек өмір көрген шығар бізден. Бірақ тура екі аяғы екі қолы біздіңкіндей басы бар. Оны любой адамды ұтуға болады да, соны бірақ кішкене өзімізді сол ана преградадан өту керекпіз да. Андай ғой, бір стена тұрады, сол стенадан өтуіміз керек, ашуымыз керек та сол стенаны. Сол үшін оны ашу үшін сондай мықты боецтермен спарринг жасау керек, соларды көру керек, өзінің уровенін тексеру керек, оған қолын жететінін білуің керек, сезуің керек та. Соны мен солын айтқым келген ғой сол интервьюда. Просто көбісі білмейді, мысалы Волконовский UFC-ге кірген алдында өз жазды ғой UFC-ге мені алыңыздар деп, сондай өтініштер де болды Волконовский жағынан. Ал қазір ол мысалы UFC-ның чемпионы. Менің ойымша сондай іс-әрекеттер, осындай қадамдар жасау керек по-любому. Сосын сенде бір фото бар Петр Янмен. Петр Янға ол такая нетипичная фотография для него. Сол туралы айтсаң. Қалай болды, қай жақта, қалай фото жасадың? Астанаға виза алуға ма біріншіге келді. 2021 ма, 20 ма. Сөйтіп Астанаға келді, бізде таныс-жігіттер бар, солар шақырды мені. Осы Петр Ян келді, бәріміз шай ішіп отырайық, сөйлесейік деп. Сол жерде танысып, сөйлесіп отырдық. Сөйтсек, Петр Ян андай қарапайым бала да, қарапайым бала. Өзінің историясын айтып берді. Қызық әңгімелестік отырып таныстық. Бір өзінше болып қалған, дымын байқамадым. Ол же чемпион болды ма или болған жоқ па әлі? Қазір есімде жоқ бар ол кезде. Ол кезде бірақ өзі кәдімгідей аты шығып тұрды, оның ұтылмаған еді ол кезде. Нені сөйлестік, ол андай клубтарда охранник болып жұмыс істеген, сондай жігіт екен, оказывается. Боксер болған, бокстан Қазақстанға бір-екі рет жарысқа келген, бокстан да. Сондай моменттерін айтты, не болды, сонымен сөйлесіп фотоға түсіп. И енді былай айтқанда мировой звезда ғой. Иә, қазір иә. Мировой звезда. Енді уважение танытып, Инстаграм фото салып, оған подписка жасап, отмечать етіп қойып едім. Маған да аппаратын подписка жасап, енді Инстаграммен әңгіме ғой бәрі. Сөйтіп, типа, историяға бір-екі рет ответ қайтарып сөйтіп не болды. Енді бір-біріміз танимыз қазір. Былай көріскенде сөйлесіп тұрамыз, бірақ ондай қарым-қатынас жоқ. Қазір Петр Янда сәл енді спад бәрі көп тұр оны. Неге деп ойлайсың? Неліктен? Білмеймін. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой спадқа. Қазір, все считают, барлығы ойлап тұр, что ол постоянно бір нәрсе жасап жатыр. Постоянно Тайгер Муайтаға барып, тек сол жақта дайындық жасап жатыр. Сенің ойынша ол әсер ете ме, етпей ме? Вот, чтобы уровень вырос, постоянно бір жерге барып, постоянно бір нәрсені жасап, или ол мысалы сен бір определенный деңгейің болса, ол уже не қылмайды, әсер етпейді. Наоборот, сол істеп жүрген нәрсесін еще мықтырақ істеу керек деп ойлаймын да мен. Өйткені сол нәрсені істеп жүріп, ол чемпион болды да. И ол бір уровеньде тұрып қалуы мүмкін, оған дальше өсу керек те енді. Сол істеп жүрген нәрсесін двойне істеу керек па, соны улучшать ету керек па, бірінші істеу керек шығар. Бірақ ол енді өзі базовый боксер болғаннан кейін, оған несін ауыстырып, техникасын ауыстырып, күресіп кеткен болмайды да. Ол әше ұтылады ол кезде. Сол именно боксын еще мықты уровеньға шығару керек деп ойлаймын. Әртүрлі жағдай ол, может, тоже өзінде проблема болып жатыр ма. Петр Ян чемпион бола ала ма? Қайтып? Иә, бір рет болған адам екінші ретте бола алады ғой. Бірақ ондай жағдайлар өте аз, енді бір чемпион болып жүріп, поястан айырылып, қайттан оралып келіп чемпион болған деген адамдар аз да. Бірақ кез келген адам бола алады деп ойлаймын өйтіп. Хочу вспомнить, кім болды сондай, кто пояс потерял, потом снова стал чемпионом. Адесanya потерял
Иә, Адесanya болды, иә. Қайтан Базилиал мысалы. Кім Джордж Сен-Пьер? Ну, Джон Джонс ол түсінікті. Дэниэль Корми сондай болды. Дэниэль Корми, когда он проиграл Джонсу, а потом Джонса дисквалифицировали, он вышел с Густавсоном. Иә, сондай нәрсе көп. Иә. Сен негізі UFC қарайсың ба? Иә. Сенің топ-5 жауынгерлерің действующий. UFC-да ма? Аха. Как всегда сол Джон Джонс бірінші орын ғой. Барлық осы жақта болған қонақтар Джон Джонсты бірінші орынға қояды. Өйткені білмеймін енді андай Джон Джонс сияқты боец көрмедім деп ойлаймын анау деген енді. Бүкіл жағынан мықты. Соперниктарда мықты соперниктарда да отты. Сенің салмақта біреу Ислам Махачев. Ислам, да. О, Шавқат біздің Шавқат ғой. Әрине. Шавқат енді сол чемпион болса құдай қаласа. Қазір кім? Леон Эдвардс бар. Леон Эдвардс айтпақшы, кімді ұтқаннан бастап соған қатты қарап жүрмін. Усманды ұтқаннан бастап бірінші ойыныш. Леон орын алдында төбелескен бойларында қарап шықтым. Леон мықты қосыпты бар ғой бұрын. Иә. Леон, иә, соған да қызығам. Сосын бүгін Анкалаевтың бойы мықты болды. Анкалаев, по идее, ең невезучий боец қой UFC-да. Қазір ол туралы сөйлесеміз. Үшінші орында сосын кім? Леон Эдвардс. Төртінші орында. Үшінші орында кім ғой? Шавкат. Енді бесінші? Анкалаев. Бүгін бойды көрдің. Анкалаев, по идее, самый невезучий боец UFC-ның дебютында. Ең соңғы раундта, ең соңғы секундында Пол Крейг оны неде? Задушил. Треугольник па? Треугольникпен. Сосын Куцелабамен 2 боя. Енді Джонни Уокермен 2 боя. Титульник ему дали ничью. Короче, такой тернистый путь у него к титульнику. Бізде Абай атамыз айтқан ғой. Сен қай жолмен қалай жетістікке қалай жеткенін қызық емес, қай жолмен жүріп келгенін маңызды деген ғой. Мысалы сен жетістікке қалай жеткенің маңызды емес, именно қай жолмен жүріп келгенің маңызды деген ғой. Так что ода сол жолы мықты болып тұр ғой. Қиындықтар көп болды. Шавкат келесі біздің Қазақстаннан бірінші чемпион бола ала ма UFC-да? Болады. Леон Эдвардспен шықса, исход боя қандай болады? Қалай ойлайсың? Күрес бола ма, стойкада бола ма? Білмеймін. Главное бір удушающий болса, как обычно удушающий жақсы жасайды ғой енді. Бойларын көріп жүріп. Мен Шавқат кішкентай кезімнен танимын енді. Астанада төбелесіп жүрді. Мен бір интересный, ешкім білмейтін бір интересный жағдай айтып берейін. 2015 ба қателеспесем Астанада бір турнир болды. Сол Шавқат төбелесті өзі. Мен ол кезде волонтер болып жүрмін ол жерде, ол турнирда. Ол турнир болды. Тренер айтты да, осындай турнир болады, сол жақта волонтер көмек керек, волонтер болады. Біздің залдың балаларының бәрі волонтер болды. Шавқат сол кезде төбелескен. Сол кезде, оның алдында танитын былай сияқты, сол кезде бірінші рет көрдім ба, бірінші болды. Сөйтіп есімде, конкретно сол кезде сол бой есімде қалған. Қателеспесем сол бой анау Шавқаттың нокдаунға кетіп барып сол бой қателеспесем бар ғой. Блиц деген бізде бір нәрсе бар. Мы хотим внедрить такой блиц. Мен сұрақтарды қоям. Сен өзің таңдап аласың. Найзаның титулы немесе UFC-да бой? UFC-да бой. Найзаның титулы немесе Панкратионнан әлем чемпионы? Найзаның титулы. Финиш нокаутпен немесе сабмишнмен? Нокаут. Сен коронкаң қандай? Өзім білмейді екенмін. Майя жыр. Майя? Иә, по идее сен майяны жиі не лақтырасың. Инстаграмға жазған ең танымал жұлдыз кім болды? Хабиб жыр. Ең жаман иіспен қарсылас кім болды? Соперниктерімді иіскемеппін. Оны сезбедім. Жақсы. Жасұлан, міне қазір біз осы ММА-ға арналған қолғапты будем разыгрывать. Тілім кетпей қалды. Енді сен, хочу, чтобы ты задал вопрос нашим зрителям. Чтобы выиграть эти перчатки, вам нужно будет правильно ответить на вопрос. Бұл сұрақты қоймай тұрып, мен бір өзім зрительдарға, халыққа бір сұрағым бар да.
мен соңғы бойда панадан ұтылып қалдым ғой енді. Өзімнің қателігіммен ұтылдым, қалай ауырып шықсам да, қалай дұрыс төбелеспесем де өзімнің қателігіммен ұтылдым, ол дұрыс. Бірақ осының алдында мен 4 жыл ұтылған жоқпын, 4 жыл әртүрлі мықты деген соперниктерді ұттым, халыққа неше түрлі қызық бойлар сыйладым деп ойлаймын. Бірақ соңғы бойда ұтылған кезде мен қатты көңілім алған, мен бір халық жауы қылып жіберді инстаграмда. Егер білмесеңіз, балалар, комментариімда көрініп жатыр да, күнде неше түрлі сообщениялар келеді бар ғой, андай боқтау жазып жібереді. Серьезно? Запростарға неше из-за проигрыша? Да, сен неше түрлі жазады, мен түсінбедім да. Сол бір сұрақ қойғым келді, не үшін? Мен былай айтқанда қарапайым жігітпін, еліміздің туын көтере алғанша көтеріп жүрген да, қазақтың атын шығара алғанша шығарғым келіп жүрген бір қарапайым жігітпін да. Былай айтқанда бір керемет жағдайы мықты отбасыдан шықпаған, бұл өмірде, бұл жерде өзімнің атымды, өзімді бір мықты жерге орынға қойып, адамдар мені сыйлағанын қалап, өзімді мықты екенімді доказать еткім келіп жүрген адаммын да. Былай айтқанда әлі бұл ұтылыс емес, әлі алда көптегенде ұтылыстар болуы мүмкін да. Ертең тағы да ұтылып қалуы мүмкін, ол мен реваншқа шығып ше, Алла сақтасын. Бірақ біз қазақты қолдамаса бізді кім қолдайды деген ойда. Ертең күні ұтылған сайын мен соны қатты тиді да маған. Мен қанша бой ұтып жүрмін, бәрі маған о Жасұлан, молодец, UFC-ға барасың. Мен бір рет қателестім да. Паскаль Тулса деген сияқты болды ғой. Бір рет қателесіп шалынып қалдым. Мен просто гиеналар сияқты жеп тастады да жан жақтан. Соның не үшін деген бір сұрақ та енді. Осы интервью шыққаннан кейін өздерінің версияларын жазатын шығар деген ойдамын адамдар. Бірақ мен болмасын, басқа біреу болмасын, әлі талай жеңістер болады, жеңілістер болады, қандай жағдай болмасын, бәрін бірдей қолдау керек та. Өйткені мен еш ойламаймын, мен біреуге жамандық жасап жүрмін, не қылып жүрмін там деп ше. Максимально ешкімге жамандық жасамауға тырысамын. Бірінші дұрыс емес нәрсе істеп қойсам, ол дұрыс емес істеп қойған нәрсем үшін әрдайым кешірім сұрай аламын, кешірім сұраймын да. Так что ешкім ала жібін аттамадым деп ойлаймын, мысалға. Максимально қарапайым жүруге тырысамын, өйткені мен әкем всегда тәрбиелейтін да. Жасұлан, кім болса да екі қолмен амандас, қарапайым бол, өйтіп көкірегін көтерме деп всегда сөйтіп тәрбиелеп өсірген. Сол себепті енді максимально қарапайым болуға тырысамын, ешқашан көкірегін көтермеуге тырысамын. Бірақ сол адамдарға айтатыным, өйтіп жаман сөге бермеу керек, наоборот, ұтсақ та ұтылсақ та поддержка беру керек. Әрине. Бір ауыз, бауырым, мұнай ма? Біз саған сенеміз десе, болды да, бізге нереальный мотивация да. Жасұлан, давай, жұмыс жаса, мен саған сенемін деп біреу сөйтіп жазатын болса, мен де жігерленемін да. Наоборот, халқым артында, халқым тұр, халық мені қолдап тұр. Мен еліміздің туын көтеру керекпін. Әлі мысалы Америкаға барып әнұранымызды ойнатып тұрсақ, мысалы UFC-дің главный бой вечерасы біздің қазақтың әнұраны ойналып ту көтеріліп тұрса деймін да. Енді бізде енді олимпийский спорт болмағаннан кейін біздің вышкамыз, енді біздің спорттағы ең үлкен дәреже ол UFC-дің поясы да. Сол UFC-дің поясын алып қазағымыздың әнұранын Америкада туымызды көтеріп сөйтіп ойнатып тұрсақ деген арманым бар да енді. Негізі бізде шын айтсақ, публика она неблагодарная же. Мысалы Жалғас Жұмағұлов мысалы қанша біздің елді танымал етті, мысалы Fight Night'та, сосын UFC-ге кірді, біздің туды көтерді, бірақ когда начались поражения, постоянно вот эти спорные поражения у него, все же тоже хейтили, почему даже Жалғас Жұмағұлов в одно время Инстаграм удалил из-за этого. Өйткені хейтерлер көп бізде. Да, но мы в любом случае всегда болеем за наших бойцов. И лично от себя хочу пожелать, чтобы ты действительно попал в UFC, чтобы было много ярких побед после вот этого поражения, которое было. Весогонкаң жеңіл болсын, брат. Ал енді сұрақ қояйық. Сұрақ осы май айында, 2023 жылы май айында Ташкент қаласында
панкратионның әлем чемпионаты болған. Ол үшін мен үшін бір шулы әлем чемпионаты болды. Сол жерде мен қаншаншы орын алдым деген сұрақ. Соған мынау шыңғыртып подарок. Оставляйте свои комментарии и обязательно указывайте свой Инстаграм, чтобы мы могли вам туда написать, правильно вы ответили или нет. Потому что вы все пишете, потом я отвечаю на ваши комментарии, вы эти комментарии не читаете. И, короче, победителей очень тяжело найти потом. Жаслан, рахмет. Я думаю, у нас получился такой хороший подкаст. Много интересных вещей рассказал. Рахмет. Рахмет. Сен негізі спортқа қалай келдің? Спортқа ма? Кішкентай кезім ең бірінші рет барғанымды айтып берейін ба? Давай. 5-тен ба, 6-тан ба сондай. Бізде үй жақта енді төбелес, кішкентай кезімнен төбелескіш болдым бар ғой. Соседтермен төбелесіп қалғанмын, үлкен балалармен төбелесіп қалғанмын. Астанада или? Ауылда. Таразда ауылда. Сөйтіп төбелесіп қалып жүрдім, сол мен 6 жасымда күреске жүріп, үйлегілер күреске бар деп. И күреске орам ұнайды маған. Барып тренировка жасаған, сол жақта жүрген, соперничество, соның бәрі ұнады да. И сөйтіп барып жүрдім, бірақ енді үйтіп қатты увлекаться еттім деп айта алмаймын. Барғым келсе бармаймын сөйтіп жүрдім да. Былай айтқанда бір 15 жасыма дейін, 16 жасыма дейін сөйтіп жүрген шығармын. Чисто андай тренировка жасаған ұнайды, сол үшін ғана барып жүрдім. Үйтіп бір керемет мақсат болды деп айта алмаймын. Сосын Астанаға көшіп келіп, неге 8 или 9 класс оқып жүрген кезде төбелеске барып бастадым. Jiu-jitsu, кудо деген спорттар ғой. Соларға барып бастадым. Сол кезде бір ашылды бар ғой. Мотивация ашылды ма, сондай болды. Сөйтіп келгенмін негізі спортқа. Күшті. Бірақ сенің өмірінде қазір ММА болмаса, сен кім болушы едің? Мен бір сауда-саттықпен айналысатын адам болушы едім. Да? Өйткені өзім кішкентай кезден сондай тірліктерге жақынмын да. Постоянно қимылда жүргенше бір офиста отырып жұмыс істей алмаймын деп ойлаймын. Саған движение керек дейсің ғой? Движение керек. Мен алдым, саттым, там сондай. Сен бос уақытта не істейсің? Тренировка, мысалы, между тренировочным процессом, хоббиің қандай? Негізі атқа мінгенді жақсы көремін. Аттарым болды өзім қазір. Сатып жүрдім, бірақ қазір бәрін кішкене ұстау қиын болып. Бірақ атқа мінгенді жақсы көремін, мылтық атқанды жақсы көремін. Кітап оқығанды жақсы көрмеймін, бірақ оқуға тырысамын. Тағы не істеймін? Білмеймін енді. Көбінесе сол достарыммен кездесемін. Особо керемет сверхъестественный жоқ. Чисто такая батырская тема. А сен охотаға жиі барасың ба? Барып тұрамын, бірақ ондай қатты жиі емес. 2-3 айда бір рет барып тұрамын. Мылтығың бар? Мылтығым жоқ. Пока жоқ. Бірақ ойда бар, да, походу? Ол разрешение алу керек оған. Разрешение алып барып алуға болады. Есть такая самая... Какая у тебя самая крупная дичь, которую ты, так скажем, подстрелил? Охотада. Мен ондай қатты емес, біз неге қаздарға шығамыз астынан. Қаздарды. Сол жар. А так, ондай жануар атып, беттен алмаппын. Тек қаз атқан. Но ойда бар ма, мынандай үлкен охотаға шығуға, бірнеше күнге барып, ана в степь выехать куда-нибудь там? Қызық, оны барғым келеді, бірақ жануарларды атқым келмейді, неге екен бар ғой. Енді құстар, қаздар енді білмеймін, енді қатты жаным ажымай ма, именно жануарларды етіп атқым келмейді, неге екен білдіргім келмейді. Сосын қаздармен не істейсіңдер? Жейсіңдер ма? Жейміз. Ең көп не улов, да? Ну, самое много, сколько вы там за вечер или за вот одну охоту, сколько вы, собрали гусей? 5-6 ма, сондай ғана. Көп емес. Вот, бірақ үлкен қаздар.
круто. басқа не айтпайын. Жұмыс істедің ба сен? Просто қандай жұмыста? Мен өзім 8-ші класстан бастап паркта жұмыс істегенмін, Астанада фотограф болып жұмыс істедім. Центральный паркта ма? Аха. Моментальное фото. Не деуші едім? Моментальное фото бір бөлек, короче, айқайлап жүретін, сөйтіп адамдар фотоға түседі. Лев Алексті досыммен жұмыс істегенбіз. Лев Алекс не ма? Мадагаскар ма? Аха, сол Лев Алексті бір күні досым кетіп, бір күні мен келем. Сөйтіп екеуміз по очереди, бір күні мен фотограф боламын, бір күні ол екеуміз ауысып жүретінбіз. Сөйтіп сондай жұмыс істегенбіз. Сосын Астанада, короче, ең біріншілердің бірі болып не ашқанбыз біз. 3 банка қоятынбыз да, 1-2 метр жерден доппен теуіп батасың, сол кезде ақша кіріш бересің. Соған, короче, ең біріншілердің бірі болып, мен досым екеуміз ашқанбыз. Сбейте мячом 3 банка и выиграйте 1000 теңге деген сияқты. До сих пор жоқ олар? Олар әлі бар, бірақ ең солардың аталары біз ғой, короче. Сөйтіп 9-10 класстарда сөйтіп сондай жұмыс істегенмін жазы бойы. Қыста коньки прокатта жұмыс істейтінмін. Неде ма? Есілде ма? Неде? Евразия ма? Қазақстан спорт комплексінің артында бар ғой, толқын жақ. Сол жерде жұмыс істейтін қыстың күндері. Басында не болып жұмыс істедім, сол прокатқа беретін. Прокатқа беріп отыратын. Сосын заточка деген бар коньки, сондай жұмыс істегенмін қыста. Бірақ Астанада, кажется, прокатта жұмыс істеу ол қиынырақ, өйткені Астанада ауа райы тым не. Суық. Мен есіме түсіп кетті. Сол жұмыс істеп бір күн қыста школа оқимын ғой өзі. Жұмыс істеп тұрмын, біреу келеді, маған тиіседі ғой, короче, ерегісіп қаламыз. Сөйлесіп, жүрші бері қарай дейді. Жүр деп жас балам ғой, ол жігіт. Жүрші дедім, өзімше жынданып, будкадан енді шыққан бір баң ұрады ғой мен. Көзімді балай. Ё-мой, бір көзімді ашып тұрып, әйтеуір аяққа кірдім, астыға салғылап, ұрып отыр едім, адамдар ажарып жүрді. Анау қашты. Сөйтіп жесткий фингал қойып берген бір бала. Білмеймін, танымаймын оны бар ғой. Не үшін? Или просто ерегісіп қалдың? Есімде жоқ, әйтеуір ерегісіп қалдық, не үшін екенін де білмеймін. Жүрші деді, мен артынан барған кезде паң бұрылды нежданку. Кстати, кто не знает, Жасулан в Астане учился в 10-й школе. Я тоже в 10-й школе учился, поэтому всем 10-й школы большой-большой привет.